Барлығыңа сәлем достар, сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін біз 2019 жылғы шыққан «Путь домой» фильмінің сюжетін айтатын боламыз. Белла басқа қаңғыбас мысықтар мен иттермен бірге тұратын кішкентай күшік. Олар ескі үйдің астында тұрады. Бір таңғаларлығы, жануарлар бір-бірімен жақсы тіл табысады. Бір күні жануарларды ұстау қызметі бірнеше мысықтар мен барлық иттерді, соның ішінде Белланың анасында алып кетеді. Өзі болса, ересек мысықтың көмегінің арқасында құтыла алды. Мысық Белланы өз отбасына қабылдайды және оған туған ретінде қарайды. Күшік тез өсіп, көп ұзамай қорғаушысынан үлкен болады. Лукас пен Оливия жануарларды жақсы көреді. Олар күн сайын жануарларды тамақтандырады. Бірде Белла адамдарға қарай жүгіріп шығады. Лукас күшікті алып, оны үйіне апарады. Жігіттің анасы үй иесі үйде жануарларды ұстауға тыйым салынатынын айтады. Бірақ ұлы ережелерді бұзуды шешеді. Белла 1 минут отыра алмайды. Үнемі ойнап, бүкіл үйді зерттейді. Мейірімді Лукас ешқашан жануарларына ұрыспайтын. Белла тез өседі, бірақ ол әлі де қожайынның қасында ұйықтағанды ұнатады. Ит тиіндерді қууды жақсы көреді және өміріндегі алғашқы қарға қатты қуанады. Бір күні Лукас табалдырықта үйді тексеруге баратын үй иесінің хатын тапты. Кейін итті анасының жұмысына, ардагерлер қауымдастығына апаруға мәжбүр болды. Иті жарты күн қоймада отырғанды ұнатпады. Көп ұзамай Белла үре бастайды. Бүкіл қабат мұны желдеткіштер арқылы естиді. Содан кейін итті ардагерлермен топтық терапия сессиясына апаруды шешеді. Барлық қатысушылар жақсы мінезді иттің пайда болуына қуанышты. Сондықтан бұл жерде Белла тұрақты қонақ болды. Дәрігер келгенде ардагерлер итті диванға жасырады. Белла бұл көңілді ойын екеніне сенімді болды. Бір күні серуенде Лукас құрылысшылардың мысық тұратын ескі үйді бұзып жатқанын көреді. Жігіт жануарлар құқығын қорғау жөніндегі комиссияға шағымданады және ғимаратты бұзуға рұқсат дереу қайтарып алынады. Ашуланған ғимарат иесі Лукастың үйіне жануарларды аулау қызметін жібереді. Олардың маманы жігітке, егер ол осы аймақта ұстауға тыйым салынған қауіпті питбульді көрсе, онда ит дереу тәркіленетінін ескертеді. Лукас Беллаға үйге бару командасын көрсетіп, әрдайым үйге жол таба білуіне үйретеді. Бірнеше күннен кейін тиін терезе жақта пайда болды. Белла бұған шыдай алмай, оны қуалап іздеуге асығады. Оның бақытсыздығына орай жануарларды аулау маманы пайда болады. Ол заңды түрде итті алып, оны жануарлардың баспанасына әкеліп, басқа иттердің қасында торға отырғызады. Таңертең Лукас айыппұл төлеп, итті шығарады. Қызметкер егер итті тағы бір рет ұсталса, онда заң бойынша ұйықтататынын айтады. Пара алғыш жануарларды ұстау маманы үйінің жанында үнемі бақылап отырады. Сондықтан Лукас Белланы осы жерден 500 шақырым жерде тұратын туыстарына беруді шешті. Жаңа иелер өте мейірімді адамдар, бірақ ит отбасын қатты сағынады. Келесі күні Белла шарбақ арқылы қоршаудан секіріп қашып кетеді. Ол үйіне қарай асығуда. Алайда оларды жүздеген шақырым бөледі. Кешке қарай ит шаршап орманда тоқтайды. Иттің қарны ашып Белла аң аулауды шешеді. Бірақ ақылды қоян ағаштың астына тығылып үлгереді. Көп ұзамай ит кішкентай қалаға жетіп, қай жерде тамақ алу керектігін көрсететін иттер тобымен кездеседі. Ең оңай жолы қамқор адамдардан тамақ сұрау болды. Кешке иттер иелеріне оралып, Беллаға олармен бірге болуды ұсынады. Бірақ адал ит үйіне барады. Орманда ол қанның иісін сезеді және аңшылар өлтірген пуманың денесіне сүрінеді. Жанында ол пуманың күшігін байқайды. Белла пуманың күшігін өзімен бірге ертіп, оған қамқорлық жасайды. Ол күшікке тамақ беруге көмектесіп, суық түндері жылытады. Ит адамдардың тамақ қорлаудың ең оңай жолы екенін көрсетеді. Ол барлық олжасын күшікпен қамқор ана ретінде бөліседі. Уақыт өтіп жатыр, ал пума мөлшері бойынша балаға жетеді. Енді үлкен пума балық аулап, оны итпен бөліседі. Достар әлі де құшақтасып ұйықтайды. Бірде оларға 3 койот аң аулауды шешеді. Пума ағашқа шығады, ал Белла оны батыл қорғауды тырысады. Бақытымызға орай 3 ер адам уақытында келіп, ал койоттар құйрықтарын қысып қашып кетеді. Пума адамдарды көргенде жасырынады, ал Белла ер адамдардан тамақ сұрап, олжасымен досына оралады. Көп ұзамай қардың көп мөлшері жауады. Достар қарлы тоғанда көңілді серуендеп, қар құрсауына аунайды. Пума терең тұңғиықтан қалай өту керектігін көрсетеді. Кейін Белла басқа дача иесінде итті байқайды және олар үріп бір-бірін қуана қарсы алады.
Қатты дыбыстар көшкінді тудырады. Қардың үлкен массасы иттің иесін астында қалдырады. Белла қардың арасынан адамды табуға көмектеседі. Ал жақын маңда пайда болған шаңғышылар құтқарушыларды шақырады. Жарақат алған ер адам ауруханаға жеткізіледі. Шаңғышылар Дача мен Белланы өздерімен бірге алып кетеді. Ал Пума қайғылы көрініспен досын шығарып салады. Ер адамдар екі итті үйде ұстайды және жануарларға өте жақсы қамқор көрсетеді. Дачаның иесі ауруханадан шығарылған кезде шаңғышылар иттерді үйіне апарады. Алайда ашулы шал Белланы бірінші рет көргенін айтып, оны қуып, тіпті өзінің итінен дачасынан бас тартады. Содан кейін ер адамдар екі үй жануарларында өздеріне қалдыруды шешеді. Белла жақсы қожайындарды тапқанына дача үшін қуанады және ұзақ сапарларын жалғастыруды шешеді. Ит супермаркетте тәбетті тауықты ұстап алып қашады. Ал күзетші оның артынан қуамын деп нағыз хаосты ұйымдастырады. Белла құтылып үлгерді, бірақ оны көшеде үйсіз адам ұстап алады. Ер адам оны арқанмен байлап, жақсы адамдардан сыйақылар алу үшін итті пайдаланады. Жиналған ақшаға қария тамақ сатып алып, оны итпен бөліседі. Әр күндері көктем келгенше осылай өтуде. Бір қайғылы күні ер адам қайтыс болады. Ал Белла оған шынжырмен байланған және ол қашып құтыла алмады. Күн сайын ит аштық пен шөлдеуден әлсірейді. Бірақ ешкім пайда болмайды. Белла әлсіздіктен тұра алмай жатқанда екі жігіт пайда болып, итті өлген адамнан босатады. Ит бірден өзенге қарай жүгіріп, ұзақ уақыт суды ішеді. Күшін қалпына келтіріп, ол өз жолын жалғастырады. Койоттардың отары Белланы бақылап, оны қуып тығырыққа тірейді. Ит өмірмен қоштасқысы келмейді. Белла қорқынышты жыртқыштармен батыл күреседі. Өкінішке орай, күштері тең болмады. Бәрі аяқталған сияқты болды. Бірақ ескі өсіп кеткен досы пайда болды. Пума койоттарды қуып, Белланы қарсы алып, оның жараларын жалай бастайды. Достар ұзақ уақыттар бойы бөлінгеннен кейін қайта қосылады. Ит Пуманы үйге қалай әкелетінін армандайды. Горизонтта қала пайда болған кезде Белла Пуманың табиғатта қалу керек екенін түсінеді. Және оның Лукасқа оралудың уақыты келді. Достар бір-бірін ешқашан көрмейтінін біліп, қоштасады. Ал көп ұзамай ит тас жолға жетеді. Белла жолдың бірінші жартысын кесіп өткенде апат тудырады. Кейін ол екінші жартысына жүгіреді. Кенеттен көлік пайда болып, оны қағып өтеді. Ит қатты ауырсынуға қарамастан көтеріліп жолын жалғастырады. Ақыры ол туған үйін көреді. Белла үйге жүгіріп ішке кіреді. Бірақ мұнда бәрі өзгерген. Жаңа жалға алушы иесі жануарларды аулау бойынша мамандықты шақырады. Ол Белланы бірден таниды. Бақытымызға орай, ол терезеден секіріп қашып кетеді. Белла, Лукас оны ардагерлер үйіне жиі апарып, сол жерге баратын жолды есіне түсіріп келеді. Бір таңғаларлығы, содан бері көп нәрсе өзгерді. Қазір иттер терапияда жиі қолданылды. Ардагерлер итті танып, оны жылы қарсы алады. Лукас пен Белла 2,5 жыл бөлінгеннен кейін бірін-бірі көріп қуанышпен қарсы алды. Алайда көп ұзамай жануарларды ұстау маманы келіп, итті алғысы келеді. Тіпті полиция бастығы тоқтап, көліктен шығып, мұнда не болып жатқанын көруге бел буды. Маман итті алып кетпекші, бірақ ардагерлер үй жануарларын соңына дейін қорғауға дайын болды. Олар бұл федералды меншік деп мәлімдеп, мұнда қала заңдары қолданылмайтынын жеткізді. Белла ақыры үйге Лукас пен Оливияға оралды. Итті нағыз дос деп бекер айтпайды. Осымен фильм аяқталды. Фильм ұнаса лайкты аямай басып кетіңіздер. Және осы видеодағы озвучка сіздерге ұнаса комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.